Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен асқабақ қосылған қатпарлы самса дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы 400 мл тұзды су құйып, оған 2 жұмыртқа салып араластырамыз. Судағы тұзымыз еріп, жұмыртқамен жақсылап араласу керек. Ары қарай жайлап ұнымызды қосамыз. 400 мл суға 1 кг жоғары сұрыпты ұн қажет болады. Ұнымызды екішке бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымыздың барлығын бірден салып илесек, ұнымыз іртік-іртік болып, иленуі қиындайды. Сондықтан асықпай, бөліп салып, қамырдың иығын қандырып илейміз. Екі қанған қамырымызды пищевой пленкаға жарты сағатқа салып демалдырып қоямыз. Бізде 1,5 килограммдай қамыр шығады. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, тағы да 1-2 рет илеп жібергеннен кейін бөліктерге бөліп аламыз. Менің жаятын жерім кішірек болғандықтан мен 6 бөлікке бөлдім. Сіздер өз қалауларыңызша 3 бөлікке, болмаса 4 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Осылайша бөліп, күлшелеп, жеке-жеке пищевой пленкаға салып қоямыз. Сонда бір қабырымызды жайып жатқанда басқалардың беті кеуіп кетпейді. Енді қамырымызды жаю үшін ұн дайындап аламыз. Ол үшін 4 ас қасық ұнға 2 ас қасық жүгері крахмалын, яғни кукурузный крахмал қосамыз. Жүгері крахмалын қоссақ, қамырымыздың қабаттары айқындала түседі. Жоқ болса, ұнның өзімен де жая беруге болады. Ары қарай қамырларымызды бір-бірден жаюды бастаймыз. Қамырымызға алдымен ұн сеуіп, қолымызбен жұқалап алғаннан кейін сағат тілімен дөңгелетіп отырып жайсақ, қамырымыз дөңгеленіп әдемі жайылатын болады. Жұқалап жайылған қамырларымыз кеуіп қалмас үшін сыпыраның ішіне, болмаса мата арасына салып отырамыз. Барлық қамырларымызды жайып алғаннан кейін сары майымызды ерітіп, әр қамырдың бетіне жағатын боламыз. Кесічкамен, болмаса қолмен жағуға болады. Маған қолмен жағу ыңғайлырақ болғандықтан кесічка қолданбадым. Осылайша ақырындап қамырымыздың әр шет-шетіне дейін жақсылап қалдырмай жағып шығамыз. Майымыз 1-2 минут қатқаннан кейін бірінші қамырымыздың үстіне жайлап, екінші қамырымызды жаямыз. Шет-шеттерін беттестіріп, оның да бетіне май жағып, жақсылап жағамыз. Және де оның да кепкенін 1-2 минуттай күтеміз. Екінші қамырдың бетіне тура солай үшінші қамырды жаямыз. Шет-шеттерін беттестіреміз. Бетіне майын жағып, барлық жағына жағып шығамыз. Бұл қабатты майы кепкеннен кейін де шетінен бастап, арасына ауа кіргізбей жақсылап орап шығамыз. Оралған қамырымызды пищевой пленкаға салып, 30 минутқа морозильникке жібереміз.
сол уақытта салмамызды дайындаймыз. Тартылған етімізге 1-1 қабат пияз және өзіміздің қалауымызша асқабақ қосамыз. Пиязымызды ұсақтап тураймыз. Туралған пиязымызды тартылған етімізге қосамыз. Тура солай асқабақты да ұсақтап, кубиктап турап, пияз бен еттің үстіне қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка, зира да қосуға болады. Бірақ мен асқабақ дәмін жоғалтпасын деп, тек қана тұз қосып араластырдым. Осылайша ет, пияз, асқабақ, тұзды жақсылап араластырамыз. Енді морозиліндегі қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Бір орам қамырды көз мөлшерімен қарап отырып, 25 бөлікке бөлуге болады. Бөлінген бөлшектерімізді шет-шеттерін қатты баспай, ортасына қатпарын кетіріп алмай, дөңгелетіп жаямыз. Қамырымыздың ортасына салмамызды молынан салып, үш-бұрыштап түйеміз. Үстінен қатты баспаймыз. Түйілген самсаларымыздың бетіне жұмыртқа жағамыз. Оның үстіне әдемілік үшін ақ және қара күнжіт сеуге болады. Сеу болғаннан кейін қызып тұрған пеште 220 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Міне самсаларымыз дайын. Осындай әдемі, қатпарлы самса болып пісіп шығады. Барлықтарыңызға ас болсын, дәмін татып көріңіздер.